Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіз, апай. Балалар, менің қолымда не бар? Су. Су бізге не үшін қажет, балалар? Гүлге су құямыз, терекке құямыз. Су бізге өте қажетті. Сусыз біздер адамдар өмір сүре алмайды. Құстар да, жануарлар да өмір сүре алмайды. Сусыз өмір жоқ та, балалар? Судың түсі бар ма, балалар? Судың түсі жоқ. Ол мөп-мөлдір таза су да, балалар? Ал балалар, сендер суды зерттегілерің келе ме? Олай болса зерттеуге барайық. Ыдыста су берілген. Ал енді сен қасықта салып көрші. Қасықты салып көргенде қасық көрініп тұр ма? Суда көрініп тұр. Ол себебі мөлдір су. Ал енді біздер суға бояуды қоссақ, судың түсі өзгере ме екен? Судың түсі өзгереді. Қандай түске өзгерді судың түсі? Көк түске өзгерді. Ал енді біздер қасығымызды салып көрсек, қасық көріне ме екен? Көрінбейді. Қайсысы мөлдір су? Ол таза бояу қосылмаған мөлдір су екен. Суға да бояу қоссақ, судың түсі өзгереді екен да, Раяна? Сенде екі ыдыста су құйылғанда, сол бір ыдысқа қасықты алып, құмды салып көрші. Құмды алып, салып, араластырып қара. Салып. Араластырып қара. Араластырғанда құм салдықта, құм еріп тұр ма суға? Ерімейді. Ал енді екінші стаканымызға қантты салып қарайық. Қантты салып, былғап, араластырып қарайық. Ал енді қантты қараш, еріді ме суға? Еріп кетті. Балалар, суда кейбір заттар ериді, кейбір заттар ерімейді екен да. Әмірде екі стаканда су берілген. Әмір, мына стаканда суды ішіп қарашы. Дәмі бар ме екен? Судың дәмі жоқ. Ал екінші стаканда тұзды салып қарайық. Қосып салып қарайық. Араластырып. Енді стаканда суды ішіп қара. Судың дәмі өзгерді ме екен? Су қандай екен, Әмір? Ащы. Судың дәмі өзгереді екен да, балалар? Балалар, сіздердің алдарына су берілгенде, суды біздер суға деген ыдыс жуатын су сабынды қосамыз. Ал сіздер араластырып көріңіздер, балалар. Араластырып қараңдаршы. Қандай көпіршіктер шығады екен, балалар? Араластырып. Даян. Қатты араластырамыз, балалар. Көпіршіктер шығып жатыр. Саған көріңіздер. Көпіршіктер жасаймыз. Қатты көпіршік жасаймыз, балалар. Қатты көпіршік жасасақ, көпіршіктер шығып жатыр да, балалар? Апай, көпірді мен. Көпірді. Ал балалар, осы көпіршікке біздер деген түрлі суреттер салып қарайық. Көпіршікке суымен салып қараймыз. Күннің суретін саламыз. Жасайық, Раяна. Қандай сурет салдың сен? Алманың суретін салдың. Алманың түсі қандай болады? Қызыл болады. Сасылда болады. Раяна, сен қандай сурет салдың? Күннің суретін салдың. Күннің түсі қандай болады? Күннің түсі қандай болады? Сары. Балалар, бүгінгі бізді су туралы тәжірибені сіздерге ұнады ма? Балалар, суда еритін заттар болады, ерімейтін заттар болады дегенде, балалар, судың дәмі де өзгереді. Суға біздер бояу қосақ, судың түсі де өзгереді екен. Су мөлдір, сусыз адамдар, балалар, өмір сүре алмайды екен да, балалар? Балалар, бүгінгі біздің зерттеуімізді қорытындылай келе. Сіздерге ұнады ма, балалар? Ұнады.